Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын таңғы асқа лаваштан бөрек дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен бізге қажет заттар осындай лаваш қажет. Дайын лаваш. Арасына салмасына осылай ірімшік пен шұжықты қолданамын. Ең алдымен лавашымызды кесіп аламыз. Бөліктерге бөлеміз. Бірдей Мінекей бөліктерге бөліп алдық лавашымызды. Енді арасына салмамыз салып ораймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасауға болады арасына салмасын, яғни картоптан, әртүрлі шұжықтарды қолдануға болады. Мінекей осылай соңына осы кішкене су жағып жапсырамын. Olmasa ажырап кетеді қазір қуырған кезде. Барлығын осылай салып шығамыз. Мінекей лавашымызды осылай орап шықтық. Енді қызып тұрған табамызға пісіріп аламыз. Мінекей қызып тұрған табамызға бөректерімізді қуырып аламыз. Осылай барлығын қуырып аламыз. Бөректерімізді өте керемет шығып жатыр. Мінекей достар, лаваштан жасалған бөрегіміз дайын болды. Таңғы асқа өте керемет таптырмас тағам. Көп уақытыңызды алмайды. 10 минутта дайын болатын тағам. Сіздерге жасауға кеңес берер едім. Өте керемет. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде өте керемет күнделікті жаңа рецепттер шығады. Мінекей бөрегіміз осылай болып шықты. Керемет. Жасап көріңіздер.